Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде ауызашардың 4-ші мәзірі. Бізде сорпа, горох және чечевица қосылған, одан кейін тәттіге панкейки, шоколад қосылған, қосылмаған түрі және оңай жасалатын тойымды салат. Алдымен сорпамыздан бастайық. Майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Сөлі шыққаннан кейін пиязымызды салып қуырамыз. 2-3 минут қуырылған соң томатымызды салып тағы да қуырып жібереміз. Одан кейін горохымызды тазалап жуып, чечевицаны тазалап жуып, екеуін де салып қуырып барып суын құямыз. Барлық ингредиенттердің қанша мөлшерде екенін описанияда жазып қоятын боламын. Видеоның астын қарап көріңіздер. Мінекей қайнап шықты. Суымыз қайнап шыққаннан кейін картопымызды салып, осы жерде тұз, бұрышымызды, лавра жапырағын дәміне қарай салып, горохымыз әбден езіліп піскенше 1,5 сағаттай қайнататын боламыз. Сорпамыз қайнап жатқанда салатымызды дайындап тастайық. Бізге керекті жұмыртқа, сыр және жүгері. Көбіктап тураймын жұмыртқамызды. Сырымызды теркадан өткізетін боламын. Сосын барлығын араластырамыз майонезбен. Мінекей ірімшігімізді, жүгерімізді салып, кішкене тұзымызды себелеп, майонезіміз 1 қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл 1 тарелканың мөлшері. Енді панкейкімізді жасап тастайық. Жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майымыздан 2 қасықтай құйып жібереміз. Араластырып жіберіп, үстіне қаймақ қосамыз. Негізі қаймақ болмаса да айранмен жасауға болады. Араластырып жіберіп, ұнымызды ситадан өткіземіз. Негізі ұнды бөлек ыдысқа салып, үстіне разрыхлитель салып, араластырып барып салсаңыздар да болады, бірақ мен осылай да жасап көрдім. Үстіне қопсытқышты салып, ұнның үстіне сосын барып араластырамыз. Мінекей қараңыздар, қандай сұйық, әдемі масса шықты. Енді табамызға құйып пісіріп шығамыз. Ешқандай май құймайсыздар, астын қыздырасыздар, одан кейін барып біртіндеп осылай құйып шығып пісіре береміз. Тез піседі, қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін асты. Мен қазір бұл бөлігіне шоколад құйып көргім келіп тұр. Мінекей менде шоколадының паста, осыны 1 қасықтан салып шықтым, және үстіне тағы да қамырымыздан құямыз. Қамырын құйып болған соң қақпағын жауып, 1-2 минуттай ұстасаңыз, өзі керемет боп көтерілетін болады. Мінекей сорпамызда дайын, керемет боп пісіп шықты. Енді осы жерде блендермен езіп алсаңыздар да болады, бірақ мен езбей-ақ осылай күйінде құйып бердім. Дәмді болып шықты, жасап көріңіздер. Мінекей панкейкіміз көтеріліп, бұл екіншісі. Мен жаңағы шоколад қосылғандарды алып қойдым. Мына панкейктерға мен шоколад қосқан жоқпын. Осылай аударасыздар, екінші жағы осылай қызарып, қарайланған кезде тез-ақ піседі көтеріліп. Салатымызды әдемі ыдысқа салып қойдым. Мінекей тойымды керемет салат жасап көріңіздер. Панкейкімізді дайын, сорпамызды дайын. Жұмсақ болып шықты. Балалар деген сүйсініп, рахаттанып жейтін болады. Мінекей осымен біздің ауызашарымыздың 4-ші мәзірі дайын. Маш пен чечевица қосылған сорпа, және де панкейки, шоколад қосылған, шоколад қосылмағаны, және де тойымды салат, жұмыртқа мен кукуруза, және де сырдан. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.